Аза мен тәтті ұйқыда ұйықтап жатсам, бір бөтен номер звондайды, сөйтсем осы доставщик екен, молекуланы әкеліп тұр екен. Оны кіргізсем 5 минуттан кейін тағы да заказдарым келіп тұр ғой, бала шағадан көргісі келіп, мама көрейік деп көріп үлгерген ғой мына жерде. Балаларға бәрі қызық қой. Үйге әкелдім де сорттап бөлек-бөлек қойып қойдым. Енді молекуланы бөлек, сосын қой Томиристі садикке шығарып салайын дедім. Осы қызым деген енді бұзық қыздарым ішінде ше. Ештеңке істетпейді, сосын бірінші садикке құртып, сосын барып кірісейін жұмыстарыма дедім де. Сөйттім де үйге келіп бет күтіміме кірістім. Бірінші мен EJ-дің осы наборларымен пайдаланамын бетке ше. Осы умывашкасын пайдаланып, одан кейін барып бетке крем жағып алайын дедім. Маскада. Масканы 30 минутқа қойып қою керек. Беттегі әжімді, бетті ағартып, сөйтеді ше. Керемет негізінен маскам. Сосын енді 30 минуттен уақыт өткізу керек қой. Сөйтіп мен шайымды қойып далаға есік алдын барлығына су сепіп сыпырып алайын дедім. Есік алды шаң болып кеткен ғой. Ана цементке су сепкеннен кейін иісті айта алмаймын. Кайф бар ғой, ұнайды маған. Топырақ жегеннен кейін ба, сондай иістер қатты ұнайды. Сөйтіп барлық жерде су сеуіп алдым. Сепкен кезде сразу кеуіп кетіп жатыр ғой күннің ыстығына ше. Шаң болып, одан 5 минут, 30 минут өтіп кетті. Бетімдегі масканы жуып келдім. Бала шаға күн ыстық болса да қасынан айналшықтап шықпай жүр ғой. Сөйтімде обед болып та обедке қандай тамақ істеймін деп отырсам балаларым, мама қойшы арбуз жейікші, тамақ батпайды деп ше. Күн ыстықта деген балалар деген тамақ жемейді ғой, сіздерде де солай ма? Тез жеп алдым. Одан екінші қайнағым келді. Қайнағыма жеңіз десем мен жеп келдім деп ауыз тиді. Сөйтіп жинастырып алдым да өзімнің жаңа доставкілер түскен жаңа заттарға тараканның уы бар, молекула, соны почтаға зырылдап отырып бардым да доставкілерді салып, сөйтіп үйге келдім да 5 қой обедте деген ұйықтай алмаймын ғой, мен білмеймін. Оған шейін онда осындай орындық стол істеп тастайын. Қазір 5-тің шайы болады, одан аталарға шай тамақ беру керек дедім де осындай орындық істеп тастадым. Кешкісін негізі бізде енді ауыл болғасын білесіздер ғой, үлкен кісілер шығады, жастар шығады, есік алдында балаларын алып шығады. Сол кезде отыратын жер жоқ та, тұрамыз, беліміз айналып ауырып, содан қой өзімді, көршілерімді риза қылайын деп осындай орындық стол істеп тастадым. Қалай шыққан, бағалап кетіңіздер. Бұндай да өнеріміз бар. Енді өмір сүре берсең көре бересің дейді ғой, барлығын істеуге болады. Негізі әйел адамның қолынан келмейтіні жоқ қой. Бір істемеген осы стол еді, енді столды да істеп көрдім. Негізі мен осындай қызығам ше, бірдеңкені істеп көргім келеді, ананы мынаны көргім келеді деген. Сосын мен үйде отырып, енді тек қана жаңағы Instagram, TikTok-пен айналыспаймын, еще қосымша заттар сатамын деген секілді ғой. Енді кішігірім бір орында қадалып қалмай барлығына үлгеруге болады қыздар. Сондықтан мен Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Қызықтың барлығы сол жақта, күнделікті өмірімді негізі сол жаққа сториске салып отырамын. Мінекей осындай орындық шықты, бағалап кетіңіздер. Далаға шығарып көріп жатырмыз ғой.